Дуаланған қыз. Менің жасым қазір 35-те. Өзімнің неге тұрмысқа шықпай отырып қалған қыз атанғанымды кеш білдім. Бәрі де анамның абысынның көре алмауынан болған екен. Ол кісі атамыздың екінші әйелі. Біз отбасында 7 ағайындымыз. Анамның көп бала тауып, оларды өсіріп, жетілдіргенін көре алмаған ол, біздің есейген шағымызда жасаған дуасы ағаларым мен әпкелеріме кесірін тигізіп отыр. Үлкен ағам отбасын құрғанымен 2 ай өтпей-ақ ажырасыпты да. Екінші ағам әлі бойдақ. Әпкем болса 3 баласымен ажырасып үйде отыр. Басқаларының да жағдайы мәз емес. Айта берсең, әр қайсымыздың өз хикаямыз бір дастан болары сөзсіз. Мен тек өзіме қатыстысын айтқым келеді. Себебі қазіргі уақытта тұрмысқа шықпай, оң босағада отырған мен секілді қыздар көп. Соларға сабақ болсын әрі, мұндай жағдайдан құтылудың да жолын айта кетпекпін. Үлкен апамыздың бізге бұрында талай дуа жасағанын білетін анам бірде үйге келіп: «Қызым, осы сен жақсы молдаға оқытылып көрші. Айсапардың жасаған дуасы сағанда тиген болар. Содан да күйеуге шықпай қалған шығарсың» деді. Не дерімді білмей, аузыма сөз түспей қалды. Анамның осы уақытқа дейін үнсіз келіп, енді осылай деуі мені таң қалдырды. Күндер өте келе, үлкен әпкеммен ақылдаса отырып, Алматы қаласындағы бір тәуіппен сөйлестім. Ол кісі маған: «Сендердің үйлеріңе түгелдей дуа жасалам. Сенің де тұрмысқа шықпай отырғаның содан. Басқаларға да айтарым сол. Сонымен бірге сендерді бауырларыңмен ит мысықша ырылдасып, бір-бірімен тіл табыса алмай өтсін» деп те сиқырлапты. «Енді сен маған үйде асырап отырған мысықтың, иттің, есектің жүндерінен қырқып әкеліп бер» деді. Бұған сенер-сенбесімді білмей үйге қайттым. Сосын ешкімге білдірмей тәуіптің айтқанын орындадым. Тіпті анама да ештеңе айтпадым. Тек дуаның күші қайтқанда ғана бәріне айтамын деп ойладым. Әлгі айтылған хайуандардың жүндерін апарып бергенімде, тәуіп, менің бұл дуаны қайтаруыма көп уақыт кетеді. Алматыда отырып оқи беремін. Дуаны жоямын. Әлі тұрмысқа шығып бақытты болып кетесің деген еді. Ал 2 айдан кейін ақ тәуіптің оқығаны әсер етті ме, әйтеуір үйде бір күн бұрын ғана сапсау жүрген итіміз аяқ астынан өліп қалды. Ауырмай сырқамай бұған не болды деп үйдегілер шулап жүр. Бірақ мен сонда да ешкімге тіс жармадым. Тағы бірде мысығымыз осылай өліп қалғанын естідім. Ішімнен қуанып жүрмін. Жасалған дуаны сол арқылы қайтарып жатыр ғой деп қоямын іштей. Ал енді есек қашан өледі екен деп күтіп жүргенімде, ол арманым да орындалды. Осылайша біздің үй үлкен апамыздың жасаған дуасынан арылды. Қазіргі уақытта бәрі де бақытты. Тек дуакеш адамдардың бұл дүниеде әлі де тірі жүргеніне зығырданым қайнайды. Қаншама отбасының шырқын бұзып, жастардың үйлі баранды болуына кедергі келтіріп отыр. Біз өзімізге жасалған дуаны қайтарғанымызға қуанамыз. Енді тұрмысқа шықсам болғаны. Видео қызықты болса, лайк басып тіркелуді ұмытпа. Достарыңа жібер және өзіңнің қызықты оқиғаларымен бөліс.